Сәлем достар, біз Жұмон сериалындағы актерлер туралы ақпаратты ары қарай жалғастырамыз. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Жұмонға деген адалдығы сондай, Болаттың құпиясын жауға бермеу үшін өлуге де дайын болған Мо Пальмо. Оның әрбір «Иә ханзада» деп айтқан сөзі мен ерекше дауысы көрермендердің құлағында мәңгі қалып қойды. Бұл рөлді сомдаған актер Ли Ко Ин 1952 жылы 16 мамырда Инчон қаласында дүниеге келген. Қазір ол 73 жаста. Ол Корея киносының нағыз ардагері. Оның дауыс ырғағы мен өзіне тән күлкісі танымал болғаны соншалық, Кореяда оны пародиялар королі деп атайды. Көптеген комедиялық шоулар менен жас актерлер әлі күнге дейін оның Мо Пальмо рөліндегі қимыл қозғалыстарына пародия жасап, халықты күлдіреді. Актердің өзі бұған ешқашан ренжімейді, керісінше, мұны халықтың махаббаты деп біледі. Түсірілім кезінде актер рөліне берілгені сондай, ол болат қорыту пештерінің жанында шынымен де тер төгіп, жұмыс істеп, шебердің бейнесін сомдады. Оның соң елкөкпен кадр сыртында да қарым-қатынасы да әке мен баладай жақын болды. Ал жанкүйерлер оны Көгіренің бас инженері деп құрметпен айтады. Ал актердің жеке өміріне келетін болсақ, алғашқы некесі өте ауыр аяқталды. Ол 1992 жылы шаңырақ көтерген болатын. Алайда үйленгеннен кейін көп ұзамай әйелінің оған дейін басқа адаммен ұзақ уақыт бойы көңіл жарастырғап келгені белгілі болады. Бұл оқиға актер үшін үлкен соққы болды. Ол бұл некенің заңсыз екенін дәлелдеп ажырасқан. Кейіннен берген сұхбаттарында бұл кезеңді өмірінің ең қиын шақ деп еске алады. Кейінірек актер екінші рет үйленді. Оның жұбайы туралы ақпарат көпшілікке жария етілмейді. Өйткені актер отбасының халық назарынан алшақ ұстауды жөн көрді. Оның жары өнер саласынан емес екені белгілі. Актердің бір ұлы бар. Ол ұлы туралы айтқанда оны әрқашан мақтан тұтады. Ұлы ер жеткен, қазір өз бетінше өмір сүреді. Ал актер үшін қазіргі таңда ең үлкен бақыт табиғат аясында тыныштық және сүйікті ісі балық аулау. Бүгінде актер үлкен қаланың шуынан қашып, ауылдық жерде тұрады. Актер бос уақытының бәрін бау-бақшада күтіміне және өзінің сүйікті ісі балық аулауға арнайды. Ол кәсіби балықшы. Кореяның балық аулау туралы телебағдарламаларына жиі қатысып, үлкен олжаларымен мақтанып тұрады. Ол киноға сирек түссе де, ток-шоулардың қалаулы қонағы. Ол жерде Жұмон түсірілім кезіндегі қызықты оқиғаларды, қалай болат балқытуды үйренгенін және соңгіліктің шешімдері туралы жылы естеліктерін айтып береді. Актер оңтүстік Кореяның ең мейірімді аға образымен танымал. Оның жасы 70-тен асса да, рухы жас әрі әзілге жақын. Көрермендер оны экраннан көргенде баяғы ақкөңіл Мо Пальмоны көргенде қуанады. Актерлер өмірінде талай сыннан өтсе де, еңсесін тік ұстап, айналасына тек мейірім мен күлкі сыйлап жүрген жан. Көгіре мемлекетінің ең үздік барлаушысы әрі Жұмонның көлеңкесіндей адал серігі Ойы Батыр естеріңізде ме? Бұл рөлді сомдаған актер Йо Хо Мин өмірде де өзінің кейіпкерінен еш кем түспейтін нағыз қайсар тұлға. Йо Хо Мин 1978 жылы 22 мамырда Сеулде дүниеге келген. Ол Сеул өнер академиясының театр және кино мамандық бойынша тәмамдаған. Оның мансабы 2003 жылы басталғанымен, нағыз халықтың махаббатын 2006 жылы дәл осы Жұмон сериалы арқылы ие болады. Ол кастинг кезінде өзінің ептілігімен және ат үстіндегі шеберлігімен режиссерларды бірден баурап алады. Ол спортты серік еткен актер. Актер дене бітімін қалыпты ұстау үшін фитнестармен жекпе-жек өнерімен тұрақты түрде айналысады. Оның денесіндегі бұлшықеттер мен жедел қимылдар сағаттар бойы жасалған ауыр жаттығулардың нәтижесі. Ойы Батырдың рөлі актерді тек Кореяда ғана емес, бүкіл орталық Азия мен араб елдерінде жұлдыз етті. Осы рөлінен кейін оның мансабы берік жауынгер ретінде қалыптасады. Сериал түсірілімі кезінде актерге қойылатын талап өте жоғары болды. Актер қылыштасу өнері және ат үстінде шауып бара жатып садақ атуды кәсіби каскадер деңгейінде меңгерген. Көптеген төбелес сахналарын ол өзі ойнап шыққан. Режиссерлер қиын төбелесу сахналары болса, бірінші кезекте актерді шақыратын болған, өйткені ол кез келген суық қаруды кәсіби деңгейде меңгерген. Ол сұхбаттарында өзін тұйық, бірақ еңбекқор адам ретінде сипаттайды. Даңққа қызықпайтын, көбіне табиғат аясында демалғанды ұнатады. Актер жеке өмірі туралы жария еткенді ұнатпайды. Сондықтан да ол үйленгені немесе балалары туралы ақпаратты бақ өкілдеріне ресми түрде жариялаған емес. Қазір актер 48 жаста болса да, күнделікті спорттық режимін бұзбайды. Ол үлкен экрандарда сирек көрінгенімен, театр қойылымдарында және кинодағы қосалқы маңызды рөлдерде белсене қатысады. Сондай-ақ тәжірибелі актер ретінде жас каскадерлер мен актерлерге тарихи фильмдердегі төбелес техникалары бойынша кеңесші болып тұрады.
Ол оңтүстік Кореяда ат үстінде ең эстетикалық және әдемі көрінетін актер номинациясы бойынша бейресми түрде көш бастап тұр. Оның атпен шауып бара жатып садақ тартуы мамандардың өзіне үлгі. Жұмыңның жанында жүріп, тек қылышпен ғана емес, ақылмен де жеңіске жетуге болатынын дәлелдеген Мари. Ол болашақ мемлекеттің заңдарын жазып, жоспарын құрғандығын ұшпан болды. Бұл рөлді сомдаған актер Ан Джун Хон Корея киносының нағыз алтын қорына жататын тұлға. Ан Джун Хон 1969 жылы 20 желтоқсанда Сеулде дүниеге келген. Ол нағыз ардагер актер. Оның өнер жолы небәрі 10 жасында 1979 жылы басталады. Ол Корея халқының көз алдында есейген актер. Жұманға дейін-ақ ол елге танымал болды, бірақ Мари рөлі оның халықаралық деңгейін көтеріп, оның салмақты, парасатты актер бейнесін қалыптастырды. Мари сериалда мемлекеттің іргетасын қаласа, Ан Джун Хон өмірде халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуды мақсат етті. Соңғы жылдары актер өзінің саясаткер ретінде танытты. Ол оңтүстік Кореяның белді саяси партияларының құрамында болып, жергілікті сайлауларға қатысты. Оның мақсаты өнер адамдардың құқығын қорғау және мәдениет саласын дамыту болды. Ол түрлі қайырымдылық қорлардың елшісі ретінде де танымал. Халық оны сериалдағыдай ақылшы ретінде қабылдап, оның саяси бастамаларына үлкен қолдау білдірді. Актер заман ағымын өте жақсы меңгерген. Оның жеке YouTube арнасы жанкүйерлер үшін нағыз қазына. Онда ол жұмың түсірілімі кезіндегі қызықты сәттерді, актерлердің кадр сыртындағы қалжыңдарын айтып береді. Ол соңғылықпен әлі күнге дейін ең тығыз байланыста тұратын актерлердің бірі. Ол өзінің видеоларында жұмыңның балаларының қалай өсіп жатқандығы туралы да айтады. Актер үлгілі отағасы, ол 1998 жылы шаңырақ көтерген және қазір 3 баланың әкесі. Ол өзінің сұхбаттарында менің ең үлкен жетістігім рөлдерім емес, менің отбасым деп өмірлік құндылықтарын жоғары қоятындығын көрсеткен. Жұмаңның адал достарының арасында өзінің алып күшімен, жаудың зәресін алатын айбатымен және сонымен бірге ақкөңіл, әзілқой мінезімен ерекшеленген Хёпбо. Бұл рөлді сомдаған актер Им Да Хо өмірде де өзінің кейіпкері сияқты өте ақкөңіл, ашық және иықты, палуан денелі адам. Им Да Хо 1965 жылы 27 қаңтарда Кванчжоу қаласында дүниеге келген. Қазір ол 61 жаста. Ол өзінің мансабын театр сахнасында бастаған. Оның кең иықты, батыр тұлғалы келбеті мен терең дауысы режиссерлерді бірден баурап алады. Корея киносында оны рөл таңдамайтын шебер деп атайды, өйткені ол кез келген қосалқы рөлді негізгі рөлдегідей жарқыратып ойнап шығады. Жұмың сериалынан кейін актер бейнесі адал күзетші, айбынды батыр ретінде қалды. Ол көптеген тарихи сериалдарда патшалардың сенімді күзетшісі және қолбасшыларды сомдады. Көрермендер оны экраннан көргеннен-ақ басты кейіпкерлердің қауіпсіздігіне сенімді болатын еді. Қазіргі таңда актер үлкен кинолардан гөрі театр сахналарына көбірек көңіл бөледі. Ол Кореяның аудандарында, әсіресе туған қаласы Кванчжоуда театр қойылымдарын қоюға және жергілікті театр мектептеріне қолдау көрсетуге белсенді атсалысады. Оның мақсаты өнерді халыққа жақындату және жастарға жол көрсету. Актер өз табыстарының бір бөлігін қайырымдылыққа және өзінің туған өңіріндегі өнер мектептеріне жұмсайтындығы туралы ақпарат бар. Ол өзінің атақ-даңқын жас таланттарға жол ашу үшін пайдалануды парыз санайды. Көшеде көрген жанкүйерлері оны әлі күнге дейін Хёпбо батыр деп амандасады екен. Актер мұндай құрметке әрқашан жылы жымиыспен жауап беріп, жанкүйерлерімен суретке түсуден ешқашан бас тартпаған. Актер үлгілі отағасы. Ол көптеген сұхбаттарында өзінің мансабынан гөрі отбасының бақыты мен тыныштығы бірінші орынға қоятындығын жиі айтады. Оның отбасы туралы ақпараттар өте аз болғанымен, оның тұрақты некеде екендігі және балалары бар екендігі белгілі. Ол жары мен балаларын бақ назарынан барынша қорғауға тырысады. Актер өзін жұлдыз деп емес, өз ісінің кәсіби маманы деп есептейді. Ол қымбат брендтер мен сәнді кештерден гөрі қарапайым тұрмысты, достарымен табиғат аясында уақыт өткізгенді ұнатады. Сосононың қасынан бір елі қалмай, оны кез келген қауіптен қорғаған. Тіпті Жомонға деген махаббатын білсе де, қызғанышқа бой алдырмай, өз міндетін соңына дейін атқарған өте батыр. Ол Кереу тайпасының ғана емес, сериалдың ең мықты еркек бейнелерінің бірі болды. Бұл рөлді сомдаған актер Шон Хо Бин 1969 жылы 2 қыркүйекте дүниеге келген. Қазір ол 56 жаста. Оның өткір жанары мен салмақты жүзі оның экранда кез келген рөлді айбынды етіп көрсетеді. Актер Жұманға дейін Қазақстан көрермендері үшін танымал Бабаң, Ұлы қанша сондық және Жігіттің сарбаздары сериалдары арқылы таныс.
Өте Батырдың мейірімді жүзіне үйренген көрермендер үшін оның «Бабаң» сериалындағы рөлі нағыз шеберліктің дәлелі болды. Ол көбінесе басты рөлдерде емес, бірақ сериалдың мәнін ашатын маңызды кейіпкерлерді ойнайды. «Жігіттік сарбаздары» дорамасында ол басты кейіпкер Күншөбиенің қатал анасының сенімді көмекшісі мен хатшысының рөлін сомдады. Ол тарихи туындыларда батыр қолбасшы, ал заманауи сериалдарда жоғары лауазымды шенеулік немесе полиция бастығы рөлдерінде жиі көрінеді. Оның дауысы менен экрандағы энергиясы кез келген кадрға салмақ қосады. Ал актердің жеке өміріне келетін болсақ, актер үлгілі отағасы. Ол 2001 жылы шаңырақ көтерген. Оның жары өнер саласынан емес, қарапайым адам. Актер өз сұхбаттарында танымал болмай тұрғанда, қиын кезеңдерде жарының үлкен қолдау көрсеткендігін жиі айтады. Ол отбасын бақ назарынан барынша тасада ұстауға тырысады. Сондықтан да оның жұбайы мен балаларының суреті әлеуметтік желіден көп кездесе бермейді. Оның ұлы менен қызы бар екендігі белгілі. Актер бос уақытында балалардың тәрбиесіне және отбасымен бірге өткізуге арнайды. Актер қатал батыр немесе суық хатшы рөлдерін ойнағанымен, өмірде балаларына өте жұмсақ әке екендігін әріптестері жиі айтып жүреді. Актердің жеке өмірінде ешқашан шулы оқиғалар мен жанжалдар болмаған. Ол физикалық формасын сақтау үшін спортпен тұрақты айналысады. «Жұмақ және ұлы қанша суындық» сияқты тарихи туындыларда оның атқа мінуі мен қылыштасу шеберлігі осы тұрақты жаттығулардың нәтижесі. Актер өзін жұлдыз емес, еңбекқор актер деп санайды. Ол үшін рөлдің көлемі маңызды емес, оның сапасы маңызды. Көрермендер оны Өте Батырдың кейіпкеріндей сенімді, сабырлы және сөзіне берік азамат ретінде құрметтейді. Актер әлі де кино саласында өте белсенді. Ол жылына кем дегенде 2-3 ірі жобаға қатысады. Актер өз рөлдеріне дайындалғанда дене бітіміне ғана емес, кейіпкердің ішкі жан дүниесіне терең үңілетіндігімен танымал. Ол Кореядағы ең сыйлы әрі жұмысқа деген адалдығымен үлгі болатын актерлердің бірі.